Менің баламның бойы орта бойлы, сабақты беске оқиды. Сүйікті ісі пазл ойнаған жақсы көреді, конструкторлық ойындарды жақсы көреді. Футбол ойнағанды ұнатады. Ата-анасын тыңдайды. Жұмсағанда барады. Жаман бұзықтығы жоқ, жаман ісі жоқ. Өз ісіне тиянақты және тазалықты жақсы көреді. Менің балам салмақты, артық сөзі жоқ, сабағын өзі оқып, өзі дайындалып барады. Мамасының көмекшісі, үй жұмысына да көмектеседі, мамасының қасында, мамасының қолғанаты. Менің балам сондай тәртіпті, ақылды, айтқанымды орындайды. Ұлым үйдің үлкені, ақылды, мен балама сенемін, үлкен сеніммен қараймын. Қарындасының қамқоршысы, туған күні көктем айында спортпен шұғылданған ұнайды. 3 жасынан бастап хоккейге қатысқан. Қазіргі алдағы жоспарда бұйырса футболға барады. Менің балам өте ақылды, алғыр, сабақты жақсы оқиды. Жүзінде күлкісі бар, көзінде нұры бар, жүрегінде мейірімі бар. Ол әрқашан достарына көмектескенді жақсы көреді және адал. Бауырларына өте мейірімді. Футбол ойнағанды жақсы көреді. Сонымен қатар күресте де өте жақсы шеберлік танытады. Үнемі жарыстарда қатысып, орындар алып жүр. Ол өте шапшаң. Үнемі шапшаңдығымен көзге түседі. Менің балам орташа бойлы, арықша келген, қара торы, сабақты беспен оқиды, футбол ойнағанды жақсы көреді, шашкиге қатысады, және де қарындасына қамқор аға. Менің балам таэквондоны жақсы көреді, таэквондоға барғанды жақсы көреді. Мен баламды папасының патшасы, мамасының жүрегі деп еркелетемін. Менің балам батыл, өз ойын еркін айта алады, өзіне сенімді, алғыр, жауапкершілігі мол, сабақты 4-5-ке оқиды. Сүйікті сабағы математика, футбол ойнағанды да ұнатады, өте тез, шапшаң, әрқашан көңілді жүреді. Менің балам болашақта бұйырса математик болады. Менің балам ақ көңіл, ақ жүрек, өте сыпайы, көпшіл, достары өте көп, өте бауырмашыл, өнерлі. Балам бойшаң, тәртіпті, тіл алғыш. Балам футбол, шашқы, тоғызқұмалақ ойындарын ойнағанды ұнатады. Менің баламның сабақ үлгерімі өте жақсы, алғыр. Және де балам кітапханадан кітап алып оқығанды ұнатады. Сипаттайтын болсам, ең бірінші айта кететінім көңілді жігіт, ақылы мол, сабағын жақсы оқитын, мейірімді, әрдайым үлкенге құрметін, кішіге ізетін, білдіре білетін, еңбекқор, сері жігіт. Менің балам сабақты жақсы оқиды. Ең жақсы көріп оқитын пәні ол математика. Спорттан футболды жақсы көреді. Менің балам табиғатты жақсы көреді. Табиғатқа шыққанда, әсіресе балық аулағанды әкесімен бірге. Менің балам орташа бойлы, сары бала, өзі өте мейірімді. Сабаққа кетерде, үйден қай кезде де шығарда, үйге кіргенде, сабақтан келсін, ойнап келсін, міндетті түрде анашым деп бетімнен сүйіп, барып кіреді, шығады. Сабағында жақсы оқиды. Өзі суға жүзгенді жақсы көреді, бассейнге қатысады. Барынша айтқанды жасап, тырысады, қолынан келгенше қай нәрсеге де. Өтірік айтпайды. Достарын да жақсы көреді, достарына да адал. Су алып шығам деп айтып қойып едім деп берген уәдесінде тұруға тырысады. Менің балам ұзын бойлы, сымбатты, тәртіпті. Ол
күрескенді ұнатады, футбол ойнағанды ұнатады. Үлкенді сыйлап, кішіге ізет білдіреді. Қыздарды құрметтеп, класстастарына көмектесіп жүреді. Менің ұлым өте жақсы, салмақты, керек кезде ақылын қолданып қаламыз. Бізге көп ақыл айтады. Өте күшті, мейірімді, жүрегі өзі нәзік, тез ренжігіші келеді, бірақ тез қайтады. Футболды жақсы ойнайды. Футбол десе, таңнан кешкен футбол доп қуып жүреді. Мектепке бармаған кезде былай. Өте жақсы балам, өте ризамын. Менің балам болған үшін өте ризамын. Алла разы болсын деймін. Бойы ұзын, өзі ірі денелі, салмақты, сабақты жақсы оқиды. Сүйікті сабағы математика, футбол ойнағанды ұнатады. Үйде маған жан-жақты көмектеседі. Адамгершілігі мол. Ұлымын бойы орташа, спортқа бейім, жақсы көретін сабағы дене шынықтыру. Ер азаматтан мінезі бар өзім, қайсарлы. Үйде ер азаматтан жұмыстарын бәрін жасайды, қолғабыс етеді, қолы икемді. Адамгершілігі мол.